былтыр тұңғыш рет республикада оқу ағарту министрлігінің ұйымдастыруымен ән шуақ қазақ тіліндегі балалар әндерінің фестивалі өтеді. Фестиваль аясында қазір балалар TikTok желісіне ән шуақ хэштегімен видеоларын салып челленджді бастады. Қорытындысы 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күнінде гала концертте жарияланады. Біздің студиямызда қонақта ән шуақтың әнші балапандары Шәмші Самғатұлы және Айғаным Мақсұтқанова және ең басты ұйымдастырушы комитетінің мүшесі деп айтайық па, басшысы деп айтайық па, жалпы балалар әндерінің нағыз қолдаушысы, балалар әндерін үнемі шығарып, балалардың репертуарына балалар әндерін қосып жүрген композитор Алтын Махамбетова қонақта. Қайырлы таң. Біз сұхбатымызды бастамас бұрын, мінекей біздің Таңшолпанның сахнасында айналайын балалар хоры тұр. Дара бала деген тамаша әнді тыңдап алайық, содан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Санасы Таңшолпандай дидарлы қарашы, дара бала елінің баласы. Дара жанда тезігі көрісіп, тай қолындай біргесін тебісіп, бағы баба келесіп әрдайым. Рахмет, қымбатты көрермендер, айналайынның дарада дарынды балапандары тамаша ән орындап көңіл күйді бір көтеріп тастады. Көп рахмет сіздерге балалар. Сабақтарыңа бара қойыңдар. Жақсы. Біз сұхбатты әрі қарай жалғастырайық. Алтын ханым енді жаңа айтып өттік қой, қазақ тіліндегі балалар әндерінің фестивалі. Жалпы осы фестивальдің ерекшелігі, ережесімен таныстырып өтсеңіз. Жалпы ән шуақ қазақ тіліндегі балалар әндері фестивалінің ең басты ерекшелігі бұл фестивальді
Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің өздерінің ұйымдастырып жатқандығында. Өйткені бұл бұрын соңында министрлік тарапынан балалар әндеріне, балалар шығармашылығына қолдау енді бұрын соңында болған емес. Осы біріншіден осындай үлкен қолдаумен үлкен республикалық көлемде фестиваль ұйымдастырылуы жоспарға қойылып отыр. Ол 1 маусым күні гала концерт өтеді, және сол күні ашық аспан астында аясында балалардың бүткіл республика көлемінде ауыл, ел, қала, аудан барлық төңіректе бірдей уақытта сағат 11:00-де республика балалар әндерін шырқайтын болады. Және сол күні гала концерт өтеді. Гала концертке осы қазіргі өтіп жатқан ән шуақ челленджі бойынша қазір балалар әндері нөпірі ағылып келіп жатыр. Қазір TikTok желісінде сол бойынша қазір келіп жатқан әндердің ішіндегі ең танымал балалар әндері және оқырман тарапынан ең көп дауыс жиналған балалар әндері өзінің бағасын алып, сол гала концертке соны орындаушылар жол тартатын болады. Әрине қазіргі таңда еліміздегі барлық ұстаздар тарапы осы фестивальге түгел жаудырылып, барлық өз тараптарынан жұмыстарын қосып жатыр. Иә, қазір бірінші кезеңі жүріп жатыр. TikTok әлеуметтік желісіндегі ән шуақ кештегімен өтіп жатқан бұл іріктеу кезеңі деп айтсақ болады. Өйткені балалар әндері келіп жатыр. Бірақ енді тағы да мен айта кететін бір ескерту, осы ұйымдастырушылар тарапына ауыл, елдегі, қала, облыс көлеміндегі негізінде бұл ән шуақ фестивалінде тек қана балалар әндері орындалуы керек. Қазақ тіліндегі балалар әндерінің насихатының аясын кеңінен таратуымыз керек. Өйткені жасыратын жоқ, қазір көптеген біздің ән шуақ хэштегін қарасақ, балалар көбіне халық әндерін орындап жіберіп жатыр. Не болмаса ересек әндердің орындауындағы түрлі танымал әншілердің орындауындағы әндерді жіберіп жатыр. Енді бұл әндерді балалар білуі керек. Халық әндерін, дәстүрлі әндерімізді білуі керек. Оның өзінің басқаша бір бағыттағы ұйымдастырылған жаңағы байқаулары, фестивальдер, жобалары бар ғой. Ал қазіргі таңда ән шуақ қазақ тіліндегі балалар әндері фестивалінің басты мақсаты еліміздегі балалар композиторлардың әндерін насихаттау. Біздерде осы мынандай бір ұғым қалыптасқан, балалар әндері жоқ деген. Осы балалар әндері жоқ деген пікірді мен жоққа шығарғым келеді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, мен 23 жыл болыпты, осы тек қана балаша ән салу керек, балалар әндерін шығару керек деп осы шырылдап, осы уақытта насихат жұмысын жүргізіп жүргеніме, яғни бұл жерде балалар әндерін жазып жатқан авторларымыз жетерлік. Bir ғана Қызылорда өңірінде, Сыр өңірінде 10-ға жоқ балалар әндері бар екен. Байқасаңыздар, әрқайсында жоқ дегенде 20-30 әннен болған кезде, композиторлар, ақындар, балаларға қалам тербеп жүрген ақындар, композиторлар еліміздің түкпір-түкпірінде толып жатыр. Олардың 90%-ға жуығы жасыратын жоқ музыкант педагогтар. Өйткені шын айту керек, мынау кәсіби тұрғыдағы композиторлардың, олардың шығармашылығы басқаша бағытта дамып отырады. Енді үлкен көлемді шығармалар, классикалық шығармалар, опера, симфониялық шығармалар жазады ғой. Жалпы балаға ән жазу үшін сіз баланың психологиясын өте жақсы білуіңіз керек. Баламен тығыз қарым-қатынаста болуыңыз керек. Сол себептен де көбіне музыкант педагогтар балаларға өте жақын жүреді. Репертуар тұрғысынан олар қиындық болған жағдайда, алла берген бойында қасиеті бар адамдар ғой, музыкант педагогтарда. Олар өздерінің де осы балаларға арналған әндерін жазып, сол әндерін насихаттау жұмысымен әркім өз өңірінде айналысып келеді. Оларды мен осы өздеріңіз білесіздер, көзқарақты тыңдарман біледі деп ойлаймын. Қазақ радиосында балапан саз радио байқауын жүргіздім, балаларға арналған ақын сазгерлер арасында балалар әндері байқауын. Сол кезде мен өзімдің осы балапан саз радио байқауы арқылы өзіме шығармашылық одаққа 40-тан аса балалар композиторларын тауып, мен қазір нақты уақытта осы композитормен тығыз қарым-қатынаста болып, байланыста болып, кәдімгідей балалар әндері насихатымен кеңінен айналысып отырмыз. Дегенмен де осылай біз насихатымен айналысып отырмыз дегенмен де бұл жерде бұқаралық ақпарат құралдарының күші өте зор болады. Өйткені әлеуметтік желіге біреу кіре алады, біреу кіре алмайды. Ауыл елде тұратын, мысалы, көп жерлерде әлеуметтік желі дұрыс істемейді, мысалға интернет аясы кішкене жету қиын болып жатады. Сол себептен де ондай жағдайда халықтың көретіні ұлттық арнаның эфирінен қандай дүние көрсетіліп жатыр, халық соны бойына сіңіре береді. Сол себептен де сіздердің де бізге қолдауларыңыз өте қажет. Өйткені бұл балалар әндерінің насихаты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүретін болса, бұл да біз үшін үлкен бір қолдау болған болушы еді. Мені өте қуантатыны, шын айту керек, әлгі қазақта сөз бар ғой, жалғыздың үні шықпас, жаяудың жаңы шықпас дейді. Қаншама жылдан бері балалар әндерді шырылдап, осы 2 жыл, 3 жылға жеткізбей өзінің авторы шығармашылық кештерінде өткізіп, өзінің балалар әндерін насихаттап жүргеннің өзінде, соның өзінде менің әндерімді білмейтін, мені танымайтын қаншама көпшілік бар, соның өзінде. Ал біздің авторларымыз, балаларға ән жазып жүрген авторлар елдің түкпір-түкпірінде, ауыл, елде Түркістан, Шымкент, Талдықорған, Алматының ауылды жерлерінде отырған қаншама біздің мықты авторларымыз бар. Әндері өзінің айналасындағы шәкірттері шырқап жүр. Бұл айтқан кезде республика көлемінде кеңінен таралу үшін енді қазір енді түрлі чаттары құрылып, ұстаздардың чаттары құрылып жатыр дегендейін. Бірақ сол арқылы тараттық дегенмен де әлеуметтік желінде әлде күші жетпей жатыр. Сол себептен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы
таратуымыз керек. Енді өткеннен бері осы әншуақ фестиваль төңірегінде түрлі хабарлар көрсетіп, өңірлік жаңағы телеарналар ұстаздарға қолдауын көрсетіп, балаларды эфирге шығарып, сондай үлкен бір қазір сең қозғалып, балалар әндері бойынша министрліктің қолдауымен үлкен сондай бір қалай айтсақ бір теңіздің толқынындай сондай бір жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірақ дегенмен де менің кішкене байқағаным, ұстаздар болсын, мынау эфирге шыққан балалар болсын, орындауында халық әндерінің көбіне мынау дәстүрлі әндерді насихаттап, не болмаса ересек әншілердің әндерін хит болған танымал әндерді орындап жатыр. Бұл дұрыс емес. Мен осы эфирді пайдаланып бүткіл мына ұстаздар қауымына ескерткім келеді. Біздің ұйымдастыру комитеттеріміз мына өңірлік мектептер, жаңағы жалпы білім беру мектептері, аудандық білім беру мекемелері, қалалық білім басқармаларындағы ұйымдастырушы топтар бәріне де ескертетін бір жағдай, әншуақ қазақ тіліндегі балалар ән фестивалінде тек қана балалар әндері орындалады. Не болмаса өзге тілдегі, шетел тіліндегі балалар әндерінің қазақша нұсқасы орындалады. Бұл жерде де жаңағы шетел тіліндегі әндер орындалуға болады екен деп, ересектерге арналған әнді қазақша мәтінмен орындай салу ол дұрыс емес. Бұл жерде тек қана балалар әндері орындалу керек. Енді осы ретте осындай фестивальдер жалпы балалар әндерін насихаттау ғой ең басты мақсат, иә. Қазір әлеуметтік желідегі жеңіл-желпі дүниелерді тез бойына сіңіріп алатын уақыт қой балалардың, иә. Мысалы, балалар әндерінен гөрі қазіргі танымал әндерді орындауға, сонымен танымал болғысы келетін қаншама балалар бар. Осы ретте енді Шәмші Айғаным, өздеріңізден сұрайыншы, жалпы балалар әндеріне деген сіздердің көзқарастарыңыз қалай? Мысалы, әлеуметтік желідегі танымал әндерді орындап танымал болған дұрыс па, болмаса осындай балалар әндерін насихаттап танымал болғыларың келе ме? Мен енді өз ойымды айта кетсем, бұл жерде адам өзі тал бесіктен бастап жер бесікке дейін өзінің этаптарын өмірінің бір баспалдақтарынан нақты өту керек деп ойлаймын. Мысалы, бала кезінде соған лайықты дейсің ғой. Соған лайық болу керек. Бала кезінде мысалы бала әндерін айтып, батырлар жырын оқып өскен бала, кейін кішкене өскен кезде мысалы ересек болған бірінші мүшел, екінші мүшел деген сияқты, кейін ол өзінің ересектігін жетілдіріп алады. Бірақ қазір мысалы бала болса, ол бала өзінің балалығымен, тәтті қылығымен кейін еске алып отыратындай, иә, еске алатын дүниелер болу керек дейсің ғой, Шәмші? Менің бұған деген өз ойым, жаңа Айғаным айтып кеткенде, әр кезде өзінің бір ой санасы болады. Қазіргі кезде ол жаңа жеңіл өлеңдерді тез сіңіреді, соған қарай еліктейді. Ол қазіргі жаңа ненің жылдың талабы. Менің ойым сол. Енді өздерінің репертуарларында балалар әндері бар, иә? Мүмкін сондай әндерден акапелла орындап бересіңдер? Орындап берейік. Бақыт деген. Бақыт жайлы менің мынау білгенім, бақыт деген бірде шаттық, бірде мұң. Бақытты сол тәрі кетіп түндерін, бақыт іздеп азаптанса кімдегі. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз ақ бақытты боп жүргенің, бақыттың да басқасын да білмеуің, бақытсыз ақ ойнап күлгенің. Ой, рахмет, расымен де бақыт деген сенің нағыз бала күндерің дейді ғой, расымен де. Бұл енді Мұқағали Мақатаевтың сөзінен жазылған композитор Бақтығали Жұмалиннің әні балалар ән салғанда міндетті де әннің авторларын біреулерін керек. Мысалы, балалардың өздері айтып отыр ғой, әр өзінің балалық кезіндегі өзінің баспалдағынан өту керек деген сөзің ұнап қалды маған Айғаным. Мысалы, бала кезіміздегі қандай әндерді орындайтын едің деп қазір бізден сұраса, біз тақылдап айтып береміз, мына ән деп, иә, мысалы Қошақанның өзінен бастаймыз, иә. Сол сияқты қазіргі балалардың да, қазіргі уақыттағы өзінің бала күніндегі орындалған әндері, мысалы осындай фестивальдердің арқасында талай жақсы әндер өмірге келіп, насихатталып, сол балалардың балалық шағының бір естелігі болып қалатындай дүние болу керек қой. Әрине,
ол дүние болу үшін жаңағыдай насихат жұмысы болу керек. Кезінде неге Дұрыс бізде насихат жұмысы. Қошақ ханым әндері неге біздің есімізде қалды? Өйткені біз мектептегі ән күй сабағында тек қана ән салатынбыз, естеріңізде болса, Гүлнұр. Өйткені қазіргі ән күй Тек балалар әндерін сабағында, орындайтынбыз. қазіргі музыка сабағында қарасаңыз, енді өте мынау қазіргі ғылымилық, білімилік тұрғыда дамытуға байланысты әртүрлі бөлімдер бар ғой, енді сабақтың құрылымына байланысты. Ән айту бөліміне, шын айту керек, уақыт өте аз берілген. Сол себептен де балалар әндерінің насихаты керек дейтінім осы. Өйткені музыка сабағында негіз әнге уақыт көбірек бөліну керек. Балалар әндері, жаңа балалар айтып қалды, жеңіл әндер дегеніміз қазіргі көп таралып жатқан бұл тойға жазылған әндер ғой, әншілердің жаңа қазіргі уақытта сөзі жасыратын жоқ, енді ренжімес, әншілер сөзі қазақша емес, орысша емес, былай қарасаңыз мәтіні қалай болса солай жазылған әндер хит болып жатыр. Біздің қарнымыз ашатыны ол әлеуметтік желі арқылы болсын, TikTok желі болсын, кез келген желіде кеңінен таралып отыр. Бұл балалардың құлағында тез жатталып қалады, өйткені қайта-қайта беріліп жатқандықтан. Ал енді мынау балалар әндерде жеңіл болу керек, ол ауырмау керек. Балалар әндерінің басты мақсаты ол тәрбиелік құрал. Баланың бойына мынау ата-анаға деген құрмет, туған жерге, отанға деген сүйіспеншілік, ұстазға, мектепке деген бойларындағы ізгілік қасиеттер, үлкенге, кішіге деген құрмет, соның бәрі осы балалар әндері арқылы қалыптасады. Өйткені ақындар балалар әндерінің мәтінін сол баланың жасына сай, жеке ерекшеліктеріне сай жазады. Мына жердегі антология туралы айтып өтіңізші, мына жерде қаншама әндер топтастырылған мына ішінде? Иә, бұл қалай антология насихатталып жатыр осының? Қазақстандағы заманауи балалар әндерінің антологиясы Балапансаз 23 жылы тамыз айында жарыққа шықты. Бұл жерде 22 еліміздегі 22 балалар композиторларының әндерінен жинақталған балалар әндерінің антологиясы. Бұл жерде балалар әндерінің мәтіні және нотасымен берілді. Қазақстан композиторлар одағының төрағасы Сержан Құттымбетұлының өзінің қарап түгел толық жаңағы көркемдік кеңесінен өткен балалар композиторларының 200-ден аса әндері осы Балапансаз балалар әндер антологиясы жинағына енгізілді. Бұл енді жасыратын жоқ. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясында өзім қызмет етіп жүрген кезде, сол кездегі басшымыз қазіргі министріміз Ғали Бектайұлының идеясымен сол Алтынсарин академиясында жүрген кезде балалар әндерінің жинағын шығаруыңыз керек деген маған идея тастап, сол кезде тапсырма берілген болатын. Сол тапсырманың аясында жарыққа шыққан кітап Балапансаз балалар әндерінің антологиясы. Бұл енді авторлардың өздерінің осы антологияның ішіндегі 200-дей әндер топтастырылған деп айтып жатырсыз ғой. Мүмкін осындай фестивальдерде осы антологияның ішіндегі әндерді мүмкін орындауға ережеге кіргізесіздер. Осы әндерді қазір біз енді мынау сайт арқылы таратып отырмыз. Осы Балапансаз антологиясындағы балалар әндері жинағынан қарап, соның үшін өздеріңізге лайықты әндер таңдап алып орындасаңыздар болады деп отырмыз. Бірақ біз онымен шектеп отырған жоқпыз. Өйткені жергілікті өңірдегі түрлі біз білмейтін авторлар бар ғой. Олардың да әндері жарыққа шығу керек. Сол себептен енді тек қана осы қазақ тіліндегі балалар әндерінің насихатын дамытатын, насихаттайтын осы әншуақ балалар фестиваліне бәріміз көп көмектеп осы авторлардың еңбегін жандырып, бұл деген үлкен еңбек. Балаға ән жазу оңай емес. Баланың әнін жазу деген ол кез келген симфониялық шығарманы жазудан да қиын деп айтуға болады. Өйткені балаша ән салу керек. Баланың әні жеңіл, әуенді, жеңіл әрі әдемі әуенді болу керек. Баланың есінде қалатындай, сөзі ұғынықты, түсінікті болу керек. Бала орындап тұрған әнінен өзіне тәрбие алу керек. Сол себептен Балапансаз заманауи балалар әндерінің антологиясындағы менің авторларым еліміздің жаңағы бүткіл осы республика бойынша әр жақтан жиналған авторлардың еңбектері. Осы әндерді тарату жолында да қазір енді нақты уақытта бізде таныстырылым жұмыстары ақырындап жүріп жатыр. Көптеген авторларымыз өздерінің жеке жинақтарын шығарып жатыр қазіргі таңда. Енді осы ретте біз осы алда өтетін үлкен фестиваль аясында жақсы ақпараттармен бөлістіңіз. Жалпы балалар әндеріне жанашырлығыңыз, әрқашан қорғап, қолдап жүретініңіздің өзі талай балалардың нағыз балалық шағын сезінуіне бірден бір мүмкіндік, бірден бір көмек деп ойлаймын. Сондықтан да осы фестиваль жоғары деңгейде өтуіне тілектесіп, және 1 маусым күні жеңімпаздар анықталады. Жеңімпаздар 1 маусымға дейін анықталады. Бұл жалпы фестивальдің жаңағы қазіргі іріктеу кезеңі 1 мамыр айына шейін жүреді. Мамырдың 1-іне дейін жүреді. Содан кейін мамыр айының ішінде бұл жерде жаңағы ең танымал деген әндер, ең көп орындалған әндер және өте тамаша деген орындаушылар гала концертке жолдама алады. Яғни гала концертіміз сол 1 маусым күні өтеді. Бағана тағы да айтып өттім. Ашық аспан аясында бүткіл республика бойынша сағат 11:00-де балалар әндерінің әуені аспанға қалықтайтын болады. Тамаша жаңа балалар әуендері дүниеге келетініне біз сенімдіміз. Сондықтан да жоғары деңгейде өтіп, балалардың репертуарына шегелеп тұрып, өзінің балалық шағын есте қалатындай, кейін айтып жүретіндей Қошақ ханым сияқты нағыз қазақтың балалар әндерінің алтын қорына енетін әндердің қатары көбейе берсін. Сәттілік сіздерге. Көп рахмет келгендеріңізге. Көп рахмет қолдауларыңызға.